Ал YouTube көрермендер, ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Менің бүгінгі видеоролигім осы пеш жайлы болады. Бұл заманауи пеш десе де болады. Бұның тиімді жағы өте көп. Сіз біріншіден қайта бармайсыз. Күніне азанда кешке 2 мезгіл бір қарасаңыз жеткілікті. Және үйдің градусын бір температурада өзі ұстап тұра алады. Бұл заводской пеш, және бұның бағасы қазір шарлап тұр. Қарапайым халық қолжетімсіз. Сондықтан біз бұны қолдан жасап шықтық. Және сіздерге түсінікті болу үшін осы видеоны толық көрулеріңізді сұраймын. Және арнама тіркеліп, подписка жасап қойыңыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші бізде мынау 74 шықты. Осыны екі бөлдік былай өткіземіз. 90 градуспен шығардық. Мына жақтан 35-тен екеу шығардық қазір. Осыны бірінші кесіп аламыз. Үшеуі жасалды. Екеуінің ұзындығы 60-та, былай 35. Сайдың жұмысымыз висотаны былай қарай 85 қылдық. Екінші пара. Енді мына үшеуі мына жерге біреу түседі былай, екіншісі былай түседі, үшіншісі тоже былай түседі. Қазір енді түсінбеулеріңіз мүмкін. Қазір кесіп, пішіп, ретке келген кезде тағы көрсететін боламын. Етімізді құрастырып болып қалдық. Мына жерде осының барлығын сваркілеу керек. Сол сварки жұмыс тұр қазір. Мұржаны сваркілеп алған себебім бұл жерде өте қызу көп болады. Сондықтан су жіберіп қою қажы болмасын деп астын сваркілеп бастадық. Ыңғайлы жер осы асты. Енді осының толщинасымен полный қайтадан сыртқы корпус түседі. Үштік материалдан. Мына жерде қазір 5-тік материал мынау. Мынаның ішінің бәрі оборот. Механизмін кейінде түсіндіретін боламын тағы да. Заманауи пеш. Бұл жерде оборот жасап қойдық. Прямой оборот жасадық. Прямой оборот керек болған, өйткені өзінің ішінде оборот бар бұда. Сосын градусқа қойылады, как газ пеш сияқты өзі жұмыс жасай беретін болады. Бұлай айтқан кезде жұмыс басты адамдарға
тиімді пеш деп ойлаймын. Азанғы уақытта бір мезгіл саласыз, кешке бір саласыз дегендей. Бұны одан да ұзақ қылып жасай беру керек болады. Төңкерін де өйтіп, негізі азында кешке бір салып тұрған дұрыс. Өйткені ішінен күлі шығады дегендей. Астыңғы беті қазақша видео бір контент болсын деп едім. Ал қарап отырыңыздар, тамашалап. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Әлі қызықты видеолар көп болады. Решетка осы жерде орнатылады. Осы жерде от жану барысы болады. Осылай көтеріліп, былай түсіп, шығып келеді сыртқа қарай. Бірінші камера мына болады. Осы жерде көмір салынады. Мында жанады. Осыдан от көтеріліп, қайта былай түседі. Былай қарай көтеріліп, қайта шығады. Осы жерден. Енді мына жағын сор келетін боламын. Сваркадан өтті полный. Енді сыртқы корпусты пішіп, соны жасайтын боламыз.
Құрметті ағайындар, ең соңғы арты қалды. Міне ішкісі 5 мм темір, жаны 3 мм. Мына жақта су болады, артының бәрі толы су болады. Және мынаның іші, обороттың бәрі су болады. Жан жағының бәрі түгел су болады. Обороты өзінің ішінде. Бұған прямой оборот керек, бұл тек қана механика түрі. Осы сәттілік деп қойыңыз қазір артында орындайын. Құрметті ағайын, астыңғы жағын бар етіп қалды. Астын жабатын боламыз. Сосын мына жерлерде кішкене механизмдер орнатылады. Соның бәрін салып, сөкіліп тексереміз біз. Видеоны толықтай көріңіздер ағайындар.